Өте жақсы. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Мұхтар Әуезовтің көксерек әңгімесі. Сабағымыздың мақсаты слайдта көрсетілген, сол мақсатқа жетеміз деген ойдамын. Жақсы. Олай болса, өткен сабаққа шолу жасайық. Оқушылар, мына жерде көріп отырғанымыздай, бүгінгі сабағымызды, өткен сабаққа шолуымызды стоп кадр әдісі арқылы жасайтын боламыз. Осы суреттерге қарап отырып, Мұхтар Әуезов туралы білетіндеріңізді еске түсіріңіздер. Жақсы, кім бастайды? Бекжан, ластикті қолданба. Кім айтады? Арайлым, аудионды қоса қой. Мұхтар Әуезов жетім отбасында туылған, оның өте қиын балалық шағы болған, бірақ соған қарамастан ол өзінің жазушылығын тастамаған, өзін ары қарай дамыта білген. Өте жақсы. Екінші суреттен не байқаймыз, Ақнұр? Қалай ойлайсыңдар? Мұхтар Әуезов. Біз Мұхтар Әуезов туралы не білеміз, сол жөнінде айтып. Мұхтар Әуезов 1897 жылы туылған, және Абай жолы затын роман-эпопеясы. Абай жолын романын жазған. Иә. Және де жетім әңгімесі бар, иә? Кітаптан оқыдыңыздар ғой сіздер? Иә. Мұхтар Әуезовтың өмірбаяны, иә? Сонымен қатар, мына суретте не көріп тұрмыз? Көксерек пен Құрмашты. Құрмашты көріп тұрмыз. Ал Мұхтар Әуезовтың ең күрделі шығармасы, Мұхтар Әуезовті әлемге танытқан шығармасы, ол оның Абай жолы романы. Абай жолы. Тағы да Мұхтар Әуезов туралы не білеміз, оқушылар? Ол жазушы, қоғам қайраткері, сосын ғалым, абайтану ғылымының негізін қалаған. Өте жақсы. Жалпы біз Мұхтар Әуезов туралы мәліметтерді білеміз, иә? Жақсы. Олай болса, бүгінгі сабағымыз көксерек әңгімесі жөнінде болады. Бейне жазбаны, оқушылар, бейне жазбаны назар салып тыңдаймыз. Осы бейне жазбаға байланысты сіздерге сұрақтар қойылатын болады. Жақсы. Дауысы. Бірде мен қабырға күнтізбесін сатып алдым. Сол күнтізбе Мұхтардың жазу үстелінің тұсында ілулі тұратын еді. Сонда белгілі суретшінің салған суреті бар болатын. Ең алдыңғы қатарда түнде жортқан қасқыр тұр. Міне, сол сурет Мұхтар Әуезовтің сонау жас бала кезінде кәнігі аңшылардан естіген әңгімелерін есіне түсірген болу керек. Осы суреттегі көрініс күн сайын көз алдынан кетпей, Мұхтар өзінің көксерек әңгімесін жазған болатын, дейді Валентина Әуезова. Расымен, шытырманға толы көксерек шығармасының дүниеге келуіне осы бір күнтізбе әсер етті ме? Валентина Николаевнаның естелігіне келетін болсақ, ол дұрыс. Гермашевтің түндеген суреті бар. Сол суретте қараңғы түнде айға қарап қылып тұрған қасқырдың бейнесі бар. Кез келген жазушы өзінің шығармасын жазарда белгілі бір көңіл күйге түседі, белгілі бір әсерді қылады. Сонау Ташкентте жылы жайдап отырып, қарлы боранды елестетуде, ұлыған қасқырды көз алдыңа әкелуде қиын ғой. Сондықтан да жаңағы календардағы суретті жазған кезде өзін белгілі бір көңіл күйге түсіру үшін алдына қойып отырғаны рас. Мұхтар Әуезов 1916 жылы Шаған болысы Ике Мұсатайдың ауылында мұғалімдік дәріс берген. Сол тұста, сол ауылда Ибрай Абай деген ақсақал болған. Сол кісі өзінің жеке отауында аң, құс бәрін жинақтап, соған өзі бір кішкентай зоопарк жасаған.
Онда құстардың неше түрі, аң, түлкі, қарсақ, тышқан, ең соңында қасқырдың бөлтірігін асыраған. Алтапан деген жер бар, қазірде Қарағандының іші, қазірде қасқырдың мекені болып табылады. Сол қасқыр ер жетіп, есейген соң бүкіл ауылдағы иттердің барлығын талап, ең аяғы құлын бұзауларға дейін талайтын болған. Ал оның шешуші бір сәті шәкәрім, ұлы шәкәрім сол ауылдың құдасы болып есептеледі. Сол кісі қонаққа келгенде түнде ол кісінің өрімделген ер тоқым, жүген, қамшыларын, айыл тұрманын бәрін шайнап тастайды. Содан кейін барып ұятты болды. Енді бұл қасқырды көзін жоғалтпаса болмайды деген шешім қабылдаған. 1900 Тыңдадық па оқушылар, назар салып? Жатыр апай. Жақсы. Көксерек әңгімесінің жазылуына не түрткі болды, иә? Жаңағы сіздер көрген бейне материалда толық түсіндірілген, иә? Не түрткі болғандығы. Ол жерде екі мәселе түрткі болуы мүмкін Мұхтар Әуезовке. Әрине біз Мұхтар Әуезов жазған кезде оның жадында болған жоқ, сондықтан да білмейміз, бірақ деректерге сүйене отырып, екі деректі келтірдік, иә, жаңа. Оның біріншісі қандай оқушылар? Мен айтайын, затында бөлмесінің қабырғасында тұрған қасқырдың суреті түрткі болған. Сол түрткі. Ал екіншісі өзінің кішкентай кезіндегі аңшылардан естіген аңыз әңгімелері түрткі болған. Тағы да толығырақ айтайық. Толығырақ екінші себеп қандай болды? Қай ауылда ол сабақ берді, дәріс берді. Сол ауылда екі кісінің атын айтты, иә? Солардың зоопаркі болды деп айтты. Сол жерде Арайлым? Абай мен Иә, тағы кім? Абырай. Абырай, иә. Сол кісілердің несі болды дейді? Оқиғаны айтып беріңіздер, сол жерде болған. Кішігірім жануар, яғни зоопаркі болған. Иә, Арайлым. Сол жерде дәріс берген. Жоқ, сол ауылда дәріс берген, сол зоопаркте жануарлармен қатар қасқыр да болған, иә? Иә. Сол кездегі жаңағы қасқыр жақын маңдағы жаңағы ауылдарға, жануарларға шаба берген, иә? Сондықтан сол мәселе оған түрткі болуы да мүмкін деген тағы да бір деректі айтады, иә? Жақсы оқушылар. Яғни біз Мұхтар Әуезов осы әңгімені жазуына екі түрткі себеп болды дедік. Біріншісі қабырғада ілініп тұрған күнтізбедегі қасқыр бейнесі, екіншісі Мұхтар Әуезов дәріс берген ауылдағы зоопарктегі қасқыр. Иә? Жақсы. Оқушылар, біз көксерек әңгімесін толық оқыдық деген ойдамын. Себебі сіздерге алдыңғы сабақтарда көксерек әңгімесін толық оқуға тапсырмалар берілді. Жақсы. Әңгіменің композициялық желісіне талдау жасайық. Жалпы оқушылар, композициялық желі дегеніміз не жалпы? Әңгіменің композициясы дегенді қалай түсінеміз? Ақнұр, Құралай, Арайлым. Композициялық желісіне талдау. Иә. Сіздер бұрыннан да талдап жүрсіздер, иә, оқушылар? Әңгіменің барысын Жалпы құрылымына талдау, иә? Жалпы әңгіменің жалпы композициялық желі ол 5 бөліктен тұрады. Оның біріншісі оқиғаның басталуы, оқиғаның байланысы, шиеленісуі, шарықтау шегі, шығарманың шешімі. Олай болса, біз қазір көксерек әңгімесінің композициялық желісіне талдау жасаймыз. Оқиғаның басталуы оқушылар қалай басталады? Көксеректің ауылға келуі. Ауылға келуімен басталады, иә? Сосын көксеректің жоғалуы. Жоқ, басталған кезде қалай басталады көксерек әңгімесі? Оны кімдер алып келеді ауылға? Біріншісі оқиғаның басталуы. Оқимыз, назар салып. Құралай, оқышы.
Сайдағы қасқырлар апаны, екі аяқтылардың індегі бөліктерге қиянаты, бөлтіріктерге қиянаты. Аха. Екіншісі, оқиғаның байланысы қалай болады? Жаңа сіздерге тапсырма айтылды, я, оқушылар, композициялық желісіне назар салып қарайыңыз деп. Оқиғаның байланысы көксеректің ауыл тұрғыны болуы, я, оның ауылда өсуі, мінез құлқында қасқырға тән ерекшеліктері, көксеректің өз тұқымын тануы, бірнеше рет жоғалып кетуі, қасқыр үйіріне қосылуы, ақ қасқырмен жұп болуы, я, байланысы. Шиеленісу қалай деп ойлайсыздар? Көксеректің ауылдан кетуі. Көксеректің ауылдан кетуі. Немесе көксеректің жаралануы. Аха, дұрыс айтасыңдар, я? Тағы да осы шиеленісуінде не болды деп ойлайсыздар? Оқыңыздаршы біреуіңіз. Арайлым оқи қойшы шиеленісуін. Шиеленісуін оқы. Мында шығарып қойдым мен, Арайлым. Көксеректің ақ қасқырмен қосылып, төңіректегі ауылдарды шулатуы, қорадағы қойларды жаралауы, көксеректің құрмашты өлтіруі. Жақсы. Шарықтау шегінде қалай болды? Аққасқа мен Көксеректің құрмашты өлтіргеннен кейін болды? Көксерек құрмашты өлтіргеннен кейін. Көксерек өзгерді. Қай жағына өзгерді? Мінезі жағынан ол жабайы қасқырлардың біріне айналды. Одан кейін тағы не болды? Аққасқамен шайқасты. Аққасқа деген ол да көксерек сияқты. Ауыл иті. Иә, ауылдың иті, иә. Одан кейін көксерек өлді. Көксерек қалай өлді, оқушылар? Көксеректі кім өлтірді? Иә, аққасқа мен көксерек екеуі айқасты, иә. Бірақ көксеректі кім өлтірді? Бейсенбай өлтіреді. Көксеректің мойнына қанжар салды деген жері бар, иә? Соны кім салды? Бейсенбай өкпесіне пышақ салады. Иә. Жақсы. Одан кейін шығарманың шешімі. Ең соңында, шығарманың соңында не болды? Шығарманың соңында не болды, оқушылар? Әжесінің құрмашты жоқтауы. Иә, жоқ. Қалай жоқтады құрмашты? Көксеректі кінәлап. Көксеректі күнәлап, иә? Көксеректі қалай күнәлады? Иә, соңындағы сөзі бар ғой. Менің балам сені бауырына қарғайды. басқа Қарғап тұрып. Иә. Не істеді деп әжесі зажылайды, иә? Қарғап нетеді себебі. Жақсы. Оқушылар әңгіменің композициялық желісіне талдау жасадық. Жақсы, олай болса, сіздерге көрініп тұр ма слайд? Оқушылар ауылдық өмірі және тағылық өміріне біз қазір Вен диаграммасы арқылы талдау жасаймыз. Оқушылар, көксерек ауылда қандай болды, иә? Тағылық өмір дегенді түсініп отырмыз ба біз, оқушылар? Тағылық өмір дегенді түсініп отырмыз ба? Оқушылар, тағылық өмір дегеніміз біз қасқырды түс тағысы деп атаймыз, иә? Сондай тіркес бар ғой, қасқырды біз түс тағысы деп атаймыз. Тағылық өмір деген ол жаңағы қасқырдың еркін өмірі, еркін жаңағы шабуы, өзінің ұяластарына қосылу.